желі оқырмандары, ЮНЕСКО-ның бастамасымен 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күні болып белгіленген болатын. Содан бері бұл күн халықаралық деңгейде аталып келеді. Осыған орай Боралдай ауылдық кітапхана қызметкерлері Боралдай кентінде орналасқан Черный тюльпан ескерткішімен таныстыру мақсатында туған жеріміздің киелі орындары мен тарихи маңызы бар ескерткіштер туралы оқырмандарға мәлімет беру. Өйткені біздің осындай құндылықтарымызды сақтап, оларға құрметпен қарау жас ұрпақтың міндеті деп білеміз. Ауған соғысының ардагері, кәсіпкер Александр Борисович Скоропадский өзінің еңбек жолында әрдайым мемлекет мүддесін басшылыққа ала отырып, өзінің патриоттық міндетін абыроймен атқарып жүрген азаматтың қаржыландыруымен 2014 жылы ұлы жеңістің 70 жылдығына орай салтанатты түрде ашылған Ұлы Отан және ауған соғысында қаза тапқан жерлестердің құрметіне арнап Черный тюльпан ескерткіші салынды. Осы ескерткіште Іле ауданының соғыс ардагерлері мен ауған соғыс ардагерлерінің аты-жөні жазылған. Бұл ескерткіш жастарға патриоттық тәрбие беріп, батылдыққа, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Ауыл тұрғындары ардагерлерге мәңгілік тағзым етеді.